Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір өзін-өз тану сабағы. Сабағымызды 5 құндылық пен 5-ті ережесінен бастайық. 5 құндылықты рет-ретімен атап өтейік. Ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық, қиянат жасамау. Ал енді 5-ті ережесін есімізге түсірейік. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабақта сыныптың тәртібін сақтап, оқып білуге талаптанып, тыныштықты орнатып, тазалықты сақтап, күнімізді татулықпен өткізейік. Олай болса, балалар, үйге 98-ші беттегі табанды бала аңыз әңгімені ата-анамызбен бірге оқуға берілген болатын. Мазмұнын кім маған айтып бергісі келеді? Жақсы, енді мәтінге талдау жасайық. Әлімнің өз мақсатына жетуіне не себеп болды? Қалай ойлайсыңдар, табандылық қандай іс-әрекеттер арқылы көрініс табады? Өз бойыңда табандылық қасиеті бар ма? Айтып бер. Дұрыс айтасыңдар. Табандылық қиыншылықтар мен кедергілерге қарамастан мақсатқа қалайда жетуге бағытталған еріктік қасиет. Ол адамның бар қорқыныштарын жеңгізіп, батылдыққа жетелейді. Қорыта келгенде, бұл әңгімеден қандай құндылықты байқадық? Әңгімеден дұрыс әрекет құндылығымен байланысты болды. Бүгін біз батылдық пен табандылық тақырыбын қайталайтын боламыз. Бұл тақырыбымыздың да мақсаты дұрыс әрекет құндылығын меңгеруіміз арқылы бойымызда батылдық, табандылық және төзімділік қасиеттерін дамыту. Тақырыбымыздың дәйек сөзі етіп, Бауыржан Момышұлы атамыздың «Табандылық, батылдық қалғаны» атты қанатты сөзін алайық. Қане, осы дәйек сөзді бәріміз бірге оқиықшы. Енді тек ұлдар оқысын. Сосын қыздар оқиды. Бұл дәйек сөздің мағынасын қалай түсінесіңдер? Сендердің ойларыңша, табандылықтың даму баспалдағы қалай болады? Сендер өздеріңді табанды оқушымын деп санайсыңдар ма? Жарайсыңдар, балалар. Осы қалыптарынан таймаңдар. Дұрыс айтасыңдар. Табандылық батылдықтың бастауы. Табандылық арқылы ешқандай қиындықтарға мойынсынбай мақсаттарымызға жетеміз. Осы қиын жолда қорқыныштарымызды жеңіп, батылдық қасиетіне ие боламыз. Жақсы, енді осы дәйек сөзді жұмыс дәптерімізге жазып алайық. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып, тақырыбымызды жазып, содан соң дәйек сөзімізді көшіріп алайық. Жазып болсақ, қаламсаптарымызды орнына қоямыз. Мен сендерге әңгіме оқып беремін. Мені мұқият тыңдаңдар. Әңгіме аяқталғаннан кейін мәтін бойынша сұрақтар қоямын. Құмырсқаға сабақ болды. 3 құмырсқа бірлесіп, шөп шалыммен бітеліп қалған бұлақты тазалап, су ішпек болыпты. Бір кезде, әбден шаршадым. Басқа жақтан бұлақ тауып, шөлімді қандырсам болмас, дейді қызыл құмырсқа. Бастаған соң тастама, шыдап бақ. Еңбегің қатты болса, татқаның тәтті болады, дейді көк құмырсқа. Бетінен қайтпаған қызыл құмырсқа көк құмырсқаның сөзін тыңдамай, басқа бұлақ іздеп кетіп қалды. Көк құмырсқа мен жасыл құмырсқа бұлақтың көзін ашуға бар күшін жұмсайды. Қызыл құмырсқа талай жер жүрсе де бұлақ таба алмайды. Әбден шаршап, шөлдеген соң, ол тілі аузына сыймай, сол алғашқы бұлаққа қайтпақшы болады. Көк құмырсқа мен жасыл құмырсқа бұлақты тазалап болып, мөп-мөлдір салқын су ішіп отырады. Қастарына тілі салақтап, қызыл құмырсқа келді. Достарынан ұялып, беті қызарған қызыл құмырсқа қайта-қайта кешірім сұрайды. Содан бері қызыл құмырсқа не істесе де табандылықпен аяқтармын ау, деп өз сөзіне серт берді. Сонымен әңгіме не жайлы болды? Қызыл құмырсқаның әрекеті туралы не айта аласыңдар?
Қалай ойлайсыңдар, неліктен құмырсқа табандылықпен аяқтарымын деп серт берді? Көк құмырсқа мен жасыл құмырсқаның іс-әрекетінен не түйдіңдер? Сендерге төзімділік, табандылық бойынша үлгі-өнеге болатын қай сала адамдарын білесіңдер? Бұл әңгімеден қандай құндылықты байқадық? Иә, бұл әңгімеде біз бәрі батыл қадаммен басталып, табандылықпен жалғасып, төзімділікпен қиындықтарды жеңіп, өз діттеген мақсатымызға жететінімізді көрсетті. Бұл қасиеттердің барлығы да дұрыс әрекет құндылығынан бастау алатынын анықтадық. Осы әңгімеде айтылған құндылықты, қасиеттерді барлығын бойымызға сіңіру үшін шығармашылық іс-әрекеттер жасайық. Яғни ол шығармашылық іс-әрекетті топтық жұмыстар арқылы іске асырамыз. Бірінші топ, батылдық қасиетіне байланысты нақыл сөздер ойлап тауып, дәптеріңе жазыңдар. Екінші топ, төзімділік сөзінің әрбір әрпінен басталатын жақсы сөздерді тауып жазыңдар. Үшінші топ, табандылық сөзіне сөз жұмбақ құрастырыңдар. Жарайсыңдар, топпен жұмысты жақсы атқардыңдар. Ендігі бұл тапсырмалар жай ғана тапсырма болып қалмай, осы қасиеттерді өз бойларыңда сақтаңдар. Жайғасып отырыңдар. Әрі қарай топпен ән айтамыз. Өлеңін жазған Ермек Өтетілеуов. Әнін жазған Ибрагим Нүсіпбаев. Жас дәуірдің гүліміз. Бақша белдер, орманда көлдер, көрікті шексіз даламыз. Дәулеті тасқан, сәулеті асқан, көңілді ауыл қаламыз. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла. Жадырап күнде, жайнаған гүлде, бақытты біздер баламыз. Өзіміз туған, көбелек туған, өлкеде өсіп толамыз. Жалықпай оқып, көңілге тоқып, білімді адам боламыз. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла. Жадырап күнде, жайнаған гүлде, бақытты біздер баламыз. Аялар бізді қамқоршы ізгі, сүйікті отан анамыз. Отанды мақтап, айтамыз тақпақ, шырқатып әнге саламыз. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла. Жадырап күнде, жайнаған гүлде, бақытты біздер баламыз. Әнді жақсы орындап шықтыңдар. Осылайша сабақтың соңына да келіп қалдық. Күнделіктеріңді ашып, үй тапсырмасын жазып алыңдар. 104-ші беттегі Ермек Өтетілеуов атамыздың балмұздақ әңгімесін ата-анамызбен оқып келеміз. Сабақтың соңғы тыныштық сәті. Ыңғайланып отырыңыздар. Денелеріңізді дұрыс ұстаңыздар. Аяқ қолыңызды айқастырмаңыз. Қолдарыңызды тізеңізге немесе үстелге қоюға болады. Көздеріңізді жұмып, есіңізге түсірейік. Бүгінгі өткен тақырыбымызды, дұрыс әрекет құндылығымызды, батылдық, табандылық, төзімділік қасиеттерімізді, тыңдаған әңгімемізді, топпен бірге жасаған жұмысымызды, топпен бірге орындаған әнімізді, осының бәрін
жүрегімізге түйіп, есімізге сақтайық. Бүгін сендер өте көп жақсы істер жасадыңдар. Ойларыңды жеткізе білдіңдер. Осы үшін сендерге алғыс айтамын. Енді ақырындап көзімізді ашамыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.